Жәннаттың кіретін жолдары көп. Соның ең үлкен бірінші жолы ол иман және таухид жолы. Имансыз бірде-бір адам жәннатқа кіре алмайды. Жәннаттың төбесінде ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла деп жазылған дейді. Осы калима адам өмірінің мәні. Пайғамбарымыз осы калиманы халыққа жеткізу үшін келдім дейді. Бір сөзінде кім осы калиманы айтса, осы кісі жәннатқа кіреді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан бір хадистер келеді. Бір адам Аллахтың құзырына барып сауал жауапқа тартылыпты дейді. Жаман амалдарының көптігі сонша көзінің ұшына дейін жетеді екен қара парақтар. Көптігі да сол кісіден көзінің ұшына жейін жердің бәрі төселген қара парақ дейді. Алланың сұрауы тұр. Қолында бір ғана ақ парақ бар дейді. Ол ақ параққа ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла деген жазу ғана бар дейді. Таразының алдына бара жатып әлгі адам қорқады екен. Мына қолымдағы тақтай бір-ақ ауыз сөзден тұрады. Күнім не болды екен депті. Таразыға амалдар қойылады. Таразының бір жағына толтырылып, аспан құшатындай қап-қара парақтар қойылды дейді. Екінші жағына бір парақ ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла деген парақ қойылды дейді. Қалай сол парақ мизанның, таразының жанына түсті, екінші жағына. Әлгі басып таразына езіп тұрған қара парақтар бытырап, шашылып түсті дейді. Бір калима, жүректен айтылған бір калима бұл. Алла тағала айтады Құранда: жаман амалды да, жақсы амалды да ағашқа теңейді. Жаман амал тамыры жоқ ағаш сияқты дейді. Қандай адамға үлкен ғаламат боп көрініп тұрғанымен, оның тамыры жоқ. Жақсы амал бейне ғаламат үлкен ағаш сияқты. Тамыры жердің астында тұр. Бұтақтары аспанның жоғарысына шығып тұр дейді. Осы аяттардың бір шетінде Алла тағала былай деп айтады. Алла тағала өзінің сүйген адамдарын мына дүниеде де, арғы дүниеде де, қияметте де өзінің көркем сөзіменен қуаттандырады дейді. Қуаттандырады. Пайғамбарымыздан қалған сөз бар ғой. Сөзіңнің ең соңы ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммад Расулаллах болатын болса, Аллахқа серік қоспай өткен адам болса, ол кісі жәннатқа кіреді дейді.